Сәлем достар, Қазақстан тарихынан тесті талдауды әрі қарай жалғастырамыз. Сіздер менің еңбегімді бағалап, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Жақсылыққа жақсылық деген, мен сіздерге тегін білім беремін. Сіздер менің каналыма қолдау жасап, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Олай болса, тесті талдауды әрі қарай жалғастырамыз. Ортағасырлық Сауран, Созақ, Сайрам қалаларының орналасқан аймағы. 10-11 ғасырларда, 12 ғасырларда отырықшылық мәдениет оңтүстік Қазақстанда дамыды. Жауабы оңтүстік Қазақстан. Батыс Қыпшақ бірлестігі құрылған аумақ. Қыпшақтар өзі екіге бөлінді, батыс және шығыс болып. Батыстағы қыпшақтар 11 ғасырдың ортасында Еділден өтіп Дунайға дейін жетті және сол аралықты мекендеді. Жауабы Дунайдан Ертіске дейін. Сақ массагеттер патшасы Кирді талқандаған жыл. Бұны бәріңіз білесіздер, біздің заманымыздан бұрынғы 530 жыл. 1907 жылы жарық көрген Сарыарқаның кімдікі екендігі кітабының авторы. Жалпы қазақтың тонау ноғайлы заманынан бері мекендеп туып өскен жері екендігін жер су аттары арқылы баяндап жазған Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. 20 ғасырдың басында отаршыл үкімет билігінің атына жолданған ірі көлемді петиция, Қарқаралы петициясы. Бұнда қазақтар патша үкіметінің отарлық саясатына қарсы, жер мәселесі, өзін-өзі басқару, діни мәселелерді қойып, өз талаптарын, қарсылықтарын білдірді. Арабтарға қарсы күресте Әбу Мұзахим атанған түркеш қағаны. Бұнда Білге қаған, шығыс түрік қағаны, Сақал, Сұлу, Үшілік түркештердің қағаны. Сұлу қаған өзі шайқасқа шыққан және сонда шайқастың бәрінде жеңіске жетіп отырған, сондықтан арабтар оны сүзеген деп атаған. Бұланты өзені бойында болған шайқас. 1726 жылы Бұланты өзенінің бойында Қарасиыр деген жерде болған шайқас. Осы кезде қазақтар жоңғарларды талыс-талқан етіп жеңді, сондықтан бұл жер қалмақ қырылған деп аталды. 16 ғасырдың басында билік құрған Қасым хан 1511-1518 жылдардың аралығында хан болды. Керей мен Жәнібек қазақ хандығының негізін салушылар. Хақназар 1538-1580 жылдары хан болды. Ұлы Отан соғысы жылдарында тары өсіруде жоғары нәтижеге жеткен. Ұлы Отан соғысында тек майданда ғана емес, тылда да қазақтар жанқиярлықпен еңбек етті. Тары өсіруде жоғары нәтижеге жеткен Шығанақ Берсейіп. 568 жылы түріктер мен Византия арасында әскери сауда келісімі жасалды. Сұраққа назар аударымыз, әскери келісім және сауда келісімін сұраптыр. Әскери келісім парсыларға қарсы жасалды, ал сауда келісімі түріктер мен Византияның арасында жасалды. Бұл елшілікті Земарық бастап келді. Достар, жоғарыдағы видеоны да оқып алыңыздар. Оның ішінде де көптеген мәселелер айтылған, сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Оқыңыздар. Достар, енді мәтінді талдауға көшеміз. Бірінші мәтінде Сауран қаласы, екінші мәтінде Сайрам қаласы берілген. Бұл екеуі негізінен бір мәтін болып есептелінеді, сондықтан шатастырмай сұраққа жауап беретін боламыз. Нөмірі 2 мәтін бойынша ортағасырлық Сайрам қаласы орналасқан аймағын анықтаңыз. Сайрам қаласы оңтүстік Қазақстанда. Екінші мәтін бойынша ортағасырларда Сауран қаласының гүлдену себебі. Жаңа Сайрам қаласын сұрап тұрса, енді Сауран қаласын сұрап тұр. Ал Сауран қаласының гүлдену себебі Ақ Орданың кезінде ол астанасы болған. Сондықтан жауабы астаналық рөлді атқаруы. Сауран қаласының орналасқан аумағын анықтаңыз дейді. Бұл да оңтүстік Қазақстанда. Мәтін бойынша хронологиялық рөлін анықтаңыз дейді. Мәтінде бірінші қала туралы деректер белгілі болды деген сөйлем бар. Содан кейін Жошы ұрпағы кезінде Сауран Ақ Орданың астанасы болған деп жазады. Содан кейін барып Сауранды Ұрызби хан толық сипаттаған дейді. Яғни жауабы 3, 2, 1 В. Мәтін бойынша дұрыс дәйектерді анықтаңыз. Орта ғасырлық қала маңындағы қыстақтарда диқандар тіршілік етпеген, дұрыс емес. 12 ғасырда өмір сүрген белгілі араб тарихшысы Мақтеси Сауран қаласын сипаттаған, дұрыс емес. Махмуди Қашқари Сайрам қаласы туралы жазған, дұрыс. Екінші мәтінді талдаймыз. Екінші мәтін Қазақ-Қытай қатынастары. 1756 және 57 жылғы Қазақ-Қытай қатынастары туралы мәтін берілген. Бұнда 56 жылы Қытай әскерлерінің қазақ жеріне басып кіргендігін және 1757 жылы басып кіріп Ертіс өзеніне дейін жеткендігі баяндалады. Ертіс өзеніне жеткендіктен Абылай мен Әбілпайыз сұлтандар қытайлықтармен келіссөз жүргізіп, Цин империясымен бейбіт байланыс жасауға мүдделі екендіктерін білдірді.
Бірінші сұрақ: қытайлықтардың қазақтарды жылдам талқандаймыз деген жоспарының іске асуына тосқауыл қойған жасақ басшысы Абылай Бөгенбайды осы соғыста бас қолбасшы етіп шайқасқа аттандырады. Баянауылдың батысындағы Шідерті деген өзеннің басында осы Қытай әскерлерін зор шығынға ұшыратады. Бұл кейіннен Шүршіт қырылған деп аталып кетеді. Осы жылдың қазан айында Нияз тауларының маңында Бөгенбай тағы да қытайлықтарға зор соққы береді. Сөйтіп, қытайлықтар өзінің қазақтарды жылдам талқандаймыз деген жоспарын іске асыра алмай қалады. Аягөз маңы, Ертіс бойы, Жарлы өзені, Шігерті өзені, Шаған оба аумағындағы өткен шайқастарда Қытайдың көздегені, жалпы Қытайдың көздегені қазақтың құнарлы жерлерін иелену. Мәтіндегі оқиғаның болған ғасырын анықтаңыз деген 1756-1757 жылдар 18 ғасырдың екінші жартысына жатады. Мәтін бойынша дұрыс дәйекті анықтаңыз. Шідерті өзенінің бас жағында Цин әскерлері зор жеңіске жетті дейді. Жеңіске жеткен жоқ, қайта жеңілді. Қазақтар Тарбағатайды қазақ қонысы ретінде мойындауын талап етті. Дұрыс. Қытай және қазақ елдері арасында дипломатиялық келісім жасалды. Дұрыс. 1761 жылдың жазында жоңғар әскері Тарбағатай таулары арқылы тағы да қазақ жеріне басып кірді. Дұрыс емес, 1757 жылы басып кірді олар. 5-ші Қожаберген батыр мен Әмір Сананың біріккен қолы Қытай әскерінің шабуылына тосқауыл қойды. Тосқауыл қойылған жоқ, бұлар жеңіліп қалды. Іс жүзінде екі империяға бағынғанымен олардың билігін мойындамаған тұлға Абылай. Өйткені Абылай бұл саясатқа екі алып империяның арасында қалғандықтан қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтау үшін мәжбүрлі түрде барды. Іс жүзінде екі империяға бағынды, бірақ олардың билігін мойындаған жоқ. Достар, тесті тапсырмаларын талдап болдық. Енді менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.